мына ағаның айтқанын тағы да салғым келіп отыр. Өйткені алдыңғы рилста өте көп қарсылықтар болды. Жалпы мен бұл кісіні танымаймын негізі. Тек осы айтқандары ғана ұнап жатыр. Осы айтқандары ғана кәдімгі логично, адекватно ой, сондықтан салып жатырмын. Қазақтарға өте қажет ой, соңына дейін көріңіздер. Біздің өмір салтымыз бізді топас қылды. Біз осығанға дейінгі өзіміздің ұстанған өмір салтымыз мықты болған болса, осыншалық бейшара қор болмас едік. Баладан тартып, бала ата-анасына жабыспасын, ата-ана балаға сен мені бағасың, сен мені асыра деп жабыспасын. Бұлардың 80-дегі 70-дегі шалына дейін өз алдына саяхаттап жүр, жандан бері көріп жатсыздар. Біз де сөйтіп шал кемпірлердің өз алдына жүргенін көрдіңіз бе? Ойбай, жоқ. Сонда бұлар не жейді, біз не жейміз? Бізде әйтеу біреуге екі тәртіп өту керек. Бізде 50-ден 60-тан сәл ары кетті ма, бітті, ойбай, тізесі ауырып қалады, тобығы битіп қалады. Аттап басса біреу ертіп жүру керек. Тойға барса да біреу ертіп жүру керек. Өлімге барса да біреу ертіп жүру керек. Мыналардың шал кемпір барып жүр ғой өлімге. Тойға өз бетімен барып жүр, өз бетімен өмір сүріп жүр. Балалар өз бетімен өмір сүріп жүр. Сонда әке шешесін тәркі қылып па? Тәркі қылған жоқ. Тәркі қылған жоқ. Әке шешесіне келіп аман сәлемін жасап тұрады. Міне. Сондықтан бізде ата-ананың балаға жабысып алуы, баланың ата-анаға жабысып алуы, ол осы бізді бір аттап бастырмай, маңқа ұқсап бір-біріне жабысып қалған, жаңағы бүйтіп кілейленіп, жаңағы сағызданып, шырыштанып, жабысып, қолыңның бәрі шырыш болып жабысып қалса жақсы ма? Неге бес саусақта бөліп қойды? Сондықтан айналайындар, ұзын сөздің қысқасы, менің осы сөзімді, мен енді жер көріп, ел көріп жүрген адамын, елдің, ұлттың тақырыбын көтеріп жүрген адамын. Good morning. Мен енді осы тақырыпты көтеріп жүрмін. Қанша айтқанмен, сіз көрмегенді көріп, сіз ойламағанды ойлап жүрмін. Егер менің ақылым сізге ұнаса, балаңызды тәуелсіз тәрбиелеуге тырысыңыз. Әке шешенің байлығына мұра болып, әке шешенің қасына жабысып өмір сүретін бала болмасын. Осы батыстықтар сияқты тәуелсіз болсын. Туыс туғаныңа да айт. Туыс туғандарда бір-біріне жабысып қалған, бірінің мәселесін бірі көтеріп алған, бірінің темасына бірі кіріп алатын. Тіпті әуел ағайындылар, аға бауырлар, қарындастар, кім кімге тиеді, кім кімді қатын қалады, киілігіп анау оңбаған маған ұнамайды, анау маған ұнамайды. Ол өзіне ұнаса болды. Оны сен алғалы отырсың, оған сен тигелі отырған жоқсың. Әркімнің өзінің сүйгені болады. Өстіп біз бір-бірімізге шектен тыс киілігіп, қысқасы некелену, жігіттің қыз таңдауы, қыздың жігіт таңдауы, кім кімге тиеді, кім кімді алады, бәрінде киілігіп алғанбыз ғой. Сондықтан осы америкалықтардың, еуропалықтардың тәуелсіз өмір сүретіндігі мені қатты разы қылады. Жап-жас қыз жігіттер, жап-жас ұлдар, ата-аналар қасында іргесінде тұр, бөлек кетіп қалған. Университетті бөлек оқиды, өз оқуын бөлек етеді. Ата-ана тапты, бітті, 18-ге дейін бақты қақты болды, қанаты қатты, енді ұшты. Сол өзінің үйінің жалақысын өзі төлеп, өзінің кредитін өзі жауып, өзі кредитке көлік алып, өзі кредиттік деңгейін көтеріп жүріп, үй алып, өзі мына жұмысқа кіріп, өзі тірлік істеп, өзі бизнес жасап, ата-анасын алақан жаймаған сол Американың жастары 25-30-ға келмей, біздің 25-30-дағы әлі бейби, бөпе болып жүрген жастарымыздың атасындай болып кетеді, әкесіндей түгілі, атасындай болып кетеді. Қараш, өсу. Сондықтан мемлекет болып ереуілге шығады ғой. Тұтас мемлекет болып. Ал сен қазақты ондай бір тақырыпқа сен құлағына тыңдата алмайсың, себебі ол Тұрсынбек Қабатовтың тоқал алғаны оған қызық. Ана бір заңның кетігін жамау, ана бір әділетсіздікті дұрыстау қызық емес. Сәкеннің ғасырлық бойы, тағы біреудің бірдеңкесі, біреудің біреумен ажырасқаны, бір әнші, қазақтың мұңы сол. Яғни біз